Кеше үйлену тойың болған, бүгін ұлттық құрамамен бірге тауға сборға кетіп қаласың ғой, короче. Сабырхан Махмут жайлы сөйлесеміз бүгін. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз бүгін сіздермен бокс мотив арнасы арқылы 49, 51, 54 және 57 килограмм салмақтарында бокстасатын оғланымыз Сабырхан Махмут жайлы сөйлесеміз. Сабырхан Махмут кеше ғана үйленді, өздеріңіз білесіздер. Үйленген күннің ертесіне ұлттық құрамамен бірге оқу-жаттығу жиындарына шығып кетті. Ал жалпы бұл жігітке енді алдағы сындарына үлкен сәттілік тілейміз. Енді біз артқа бір қайтып көрейік. Кеттік. Ең бірінші 2001 жылы 9 қыркүйекте дүниеге келген, кеше ғана туған күні болды, өздеріңіз білесіздер, 23 жасқа толды. Туған күнімен құттықтап қойсаңыздар болады, және үйленгендігімен де құттықтап қойыңыздар. Және бұл жігіт жалпы осы уақытқа дейін 23 жасына дейін құрамада жүруінің өзіндік себебі бар. Өзі жас кезінен қазақтың Ломаченкосы деген атқа ие болған. Яғни оның бокстасу стилі өте ерекше. Басқа біздің құрамадағы боксшылар секілді стойкада тұрып, енді көрсетейін кішкене. Стойкада тұрып алып, секіріп, алдын қолмен тоқтамай жұмыс жасап, артқы қолды керек кезінде ғана қолданбай, яғни аяқта тұрып жұмыс жасамай, біздің Сабырхан екі стильде де бокстаса береді. Яғни Ломаченко атануының себебі де осы. Яғни бір олаңқай тұрды, немесе солаңқай тұрды бокстаспайды. Бір ғана бағытта. Екі жақта да бокстаса береді. Және осы оның ең үлкен ерекшелігі. Жалпы бұл ерекшелігімен қазақ жұртына таныла бастаған ең алғашқы сәттері ол 2018 жылғы жастар арасындағы әлем чемпионатында. Осы кезде Сабырхан Махмут бүкіл әлемге өзінің әдемі стилін көрсете алды. Бірақ ол жерде кішкене жол болмай, қола медальді өз қанжығасына байлаған болатын. Содан кейін арада біраз уақыт өтті, ел арасында кішкене даулар бола бастады. 51 килограмм, яғни бұрынғы 49 килограмм қысқарып кетіп, 51 килограмм ғана қалды. Және олимпиадалық салмақтар қысқарып кетті де, 7 салмаққа дейін. Ол кезде 51, 54, 57 деген сынды олимпиада, Токиода болайын деп жатқан олимпиадада осындай салмақтың қысқарып кетуі орын алды. Оны қысқартқанымен мына жақта қыздардың салмағын көбейтті. Осылай біздің арамызда конкуренция, бәсекелестік жоғарылады. Ол уақытта біздің арамызда кім бар еді? Әрине Сәкен Бибосынов. Оған дейін 2019 жылы әлем чемпионатына барып, қола медаль алып үлгерген Сәкен Бибосыновпен біздің Сабырхан Махмут 2 рет жолыққан. Ресми деректерге сәйкес, ресми емес деректерге сәйкес қарайтын болсақ, 3 рет жолыққан. Оның екеуінде Сабырхан Махмут жеңген. Енді осы тұста ресми дерек бойынша 1-1 Сабырханда 1 жеңіс және Махмутта 1 жеңіс. Енді осы Токио олимпиадасының алдында Сабырхан Махмут жеңіліп қалды, сондықтан да амал жоқ. Сәкен Бибосынов Токио олимпиадасына барған болатын. Және қатты жерге қараған жоқпыз, себебі Сәкен қола медальмен оралған болатын. Енді бұл жеңістен кейін, бұндай сәтсіздіктен кейін халықтың арасында кішкене шу бола бастады. Сабырхан Махмуттың стилі бәріне ұнады, және осы стилімен ол барлығын жеңеді деген халықтың арасында сенім пайда болды. Және осы сеніммен жүрген кезімізде Токио олимпиадасынан кейін бірден 2021 жылы әлем чемпионаты өтті. Және әлем чемпионатында бұл осы қазақ Ломаченкосы деген атты ары қарай да таралып, сол чемпионатта барлық кездесулерін, бір ғана кездесуді 4-1 мен қалған 4 кездесудің барлығын 5-0 есебімен жеңіп отырды Сабырхан Махмут. Және осыдан кейін финалдық кездесуде оған дейін өзінен ұзын қарсыластардың барлығын сұлатып салғанда құлатқан жоқ, дегенмен өте әдемі соққыларымен, ерекше стилімен көріне білгенімен соңында жапондыққа келіп, өзінен бой аласа жаңағы ударлары, тығыншықтай дейді, ударлары, соққылары жақсы жапондыққа келген кезде біздің жігіт кішкене сол жерде осалдық танып қойды. Сонымен ол жерде жеңіліп, 19 жасында 2021 жылы әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанған болатын Сабырхан Махмут. Және осыдан кейін араға бірнеше уақыттар салып, Азия чемпионатында күміс жүлдегер атанды, және одан кейін барып 54 килограмм салмақта бұдан бастап, және 2023 жылы 54 килограмм салмақта біздің жігітіміз әлем чемпионатында, Өзбекстанда өткен әлем чемпионатында топ жарды. Соңында, ең соңғы финалда өздеріңіз білесіздер, Айбек деген жігітті өте қатты ұрды. Өте қатты. Ол финал енді есімізден ешқашан кетпейтін шығар. Санжар Ташкенбайдың жеңісі, Сабырхан Махмуттың жеңісі, бұл жеңістерді біз ешқашан жүрегімізден, жанымыздан шығармаймыз. Себебі олар бұндай жеңіл салмақта өте мығым соққыларымен үлкен жеңістерді жұлып алды. Яғни осындай үлкен жеңістерді бізге сыйлады. Сондықтан да ол жігіттерге үлкен сәттілік.
әлем чемпионы болған Сабырхан Махмұтты біз әрине мақтан тұтамыз. Енді арада біраз құрамада өзгерістер болды. 54 килограмм олимпиадада болмағаннан кейін Париж олимпиадасында амал жоқ 57 килограммға көтерілді. Бұл уақытта 57 килограмм салмақта Серік Теміржанов болатын, және оның өзі бұл салмаққа өзі келмейтін, яғни ісініп бара жатқан еді, үлкейіп бара жатқан еді. Сондықтан 57 килограммда бәрібір Серік Теміржановтың өзін ұтып, 57 килограммда елімізде нөмір 1 екенін дәлелдеді. Ары қарай Елорда кубогы болды, ол жерде де Азия чемпионатында ұтып қалды, бірақ дегенмен қайтадан Елорда кубогында өзінің 57 килограммда мықты екендігін көрсетті. Одан кейін өздеріңізге мәлім, Париж олимпиадасында 1-8 ойындарынан шыға алмады. Бірақ біз Сабырхан Махмұтқа сенеміз, өзінің бойы аласа, 1-66 бойы, осыған қарамастан өзінің ерекше стилімен, өзінің дарынымен алдағы уақыттарда бізге олимпиада алтын және әлем чемпионаттарының алтын медальдарын бізге сыйлайды деген зор үмітіміз бар. Жалпы алдағы уақытта 57 килограммда немесе 51 килограммда қай салмақта бокстасатынын біз білмейміз. Оны ұлттық құрама бас бапкерлер және өзінің бапкері Ильяс ағайымыз барлығы бірлесе отырып шешетін, нақтылайтын болады. Енді сіздің қандай тілегіңіз бар, оның барлығын осы жерге комментарийға жазыңыздар. Құрметті чемпион, осыдан бірнеше жылдар бұрын, нақтырақ 5 жыл бұрын қазақ тілді ешқандай ақпараттарды біз кеңінен талқылай алмайтынбыз. Бокс болсын, басқа арналар болсын. Сондықтан да біз осы бір олқылықты жою үшін қазақ тілінде басқа да бірлескен топтарымыздан бөлек қаншама топтар бар, өздеріңіз білесіздер, арналар бар, YouTube арналар. Соларға қарамастан өзіміздің арнамызды ашып, дамып келе жатырмыз күн сайын. Осы үшін саған үлкен рахмет, чемпион. Бірақ алдағы уақытта бір ескеретін дүние, біз комментарий жазған кезде бір-бірімізді барынша жақсы жағымызды көрсек екен. Қазақ елінің батырлары бір-бірін батырдым дейді. Болмайтын ел не болатынын өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан біз бір-бірімізді барынша мақтайық. Енді сын пікір айтпаңыздар демеймін, айтыңыздар, бірақ ең бастысы жеке басқа өтпеңіздер. Яғни сен андайсың, сен мұндайсың деудің қажеті жоқ деп есептеймін. Енді құрметті чемпион, менің сізге тағы бір өтінішім бар. Алдағы уақытта біз осы қазақ тілін дамыту үшін, қазақ тілді аудиторияны кеңейту үшін, қазақ тілді контентті дамыту үшін біз Қонжық Travel деген өзіміздің тағы бір арнамызды аштық. Ол жерде біз туризм жайлы, қазақтың ішкі туризмі жайлы көбірек сөз қозғаймыз. Сол арнаға да тіркеліп қойыңыздар. Оны мен сілтемеде қалдырамын. Одан кейін біздің, егер сіздер араларыңызда аудио кітаптарға қызығатындарыңыз болатын болса, біз ол бағытта да жұмыс жасап, әсерлі әдебиет деген арнамызды да ашып дайындап қойдық. Әсерлі әдебиетке барынша өз үлесіңізді қоса беріңіз. Жалпы сіздерге үлкен рахмет. Алдағы уақыттарда біз сіздерді талай қызықты контенттермен қуантатынымыз сөзсіз.